Енді Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кәрім Мәсімовті тұтқындағандығы туралы хабар айтып еді, бүкіл ел майрағайда тайрағой болып қуанып жатыр. Ал Кәрім Мәсімов кім шалдың қасында? Ол бар болғаны шалдың басыбайлы құлы. Қышқырса келетін есегі, үрдесе үретін иті. Қазақтың қанын кеспей соратын жетібасты жалмауызының біреуі. Есегінде теріс мініп, алақоржынын арқалап жеткен сасық самсашы. Қаңғып, қайыртілеп жүрген кезінде Үрімшіде, Қазақстанның Үрімшідегі паспорттық визалық қызметінде Қалдарбек Найманбаев деген кісі сол жерде елшілік қызметте бола қалады. Дәл сол кезде Қытайдағы қазақтың небір қасқасы мен жайсаңы, жаңадан бизнес жасап көтерілген небір кәсіпкері Қалдарбек Найманбайдың қасына барып, жаңа құрылған қазақ еліне қандай жақсылық істейік деп ақылдасады. Қалдарбек өмір бойы Қазақстан жазушылар одағын басқарған адам, бизнесте ол кезде жоқ адам, қалтасында көк тиыны жоқ адам, айлықтан басқа. Сөйтеді де, ойбай, онда бизнесті білетін мына жерде Аладорба арқалаған бір ака бар еді деп, оның қаңғып жүрген әкесін алып келеді. Ол сол жақтағы туыстарын жағалап, сағалап, Аладорбаға тауар мата салып, Қытай мен Алматының ортасында шапқылап жүрген кәдімгі Аладорбашы, алаяқ саудагер еді. Сөйтіп жүргенде жаңа қазақтың кәсіпкер байы, мен бұлар атын атамай қояйын, жуырда оның аты да бүкіл ақпаратқа шығады. Кәсіпкер байы, 100 миллиондаған доллар ақшасы бар байы, соныменен жаңа алаяқпен кездеседі Қалдарбек Найманбаевтың ұйымдастыруменен. Сонымен бұлар тәуелсіз қазақ еліне Қытайда қазақтың тарапынан керемет сыйлық жасайтын болады. Сөйтеді бәленбай миллион долларды қолына ұстатады. Алтайдың асыл кендерінен шыққан керемет жаңағы бриллиант сияқты бір заттан қымбат, басын бриллиант, бір жерін жаңағы мәрмәрдан, тағы бірдеңеден қымбат қып, жаңағы сұмырай шалға арнап мүсін жасатады Қытайдың шеберлеріне. Оны келіп арнайы көлікпен оны жібереді. Сөйтіп жаңағы алаяқ шал Алматыға келіп, сен ақшаны сала бер, тауарды сала бер, мына жақтан біз Қазақстанда завод ашамыз, цехтарды жібере бер, өндірісті жібере бер дейді. Ана жақтан аңқау қазақтың байлар ақшаны жібереді. Сөйтсе мына жақтан шал оның бәрін аптеп жұтып отырады, жаңағы алаяқ шал. Сөйтіп содан жиған ақшасына беріп, кеше ғана оқу бітірген сұмырай ұлын Үрімшідегі атташе қылып, кәдімгі виза рәсімдейтін, кәдімгі қарапайым құжат жасайтын атташе қылып, виза рәсімдеуші қылып, Үрімшідегі консулдық мәртебесі жоқ Қазақстанның консулдығына паспорттық визалық қызметін орналастырады. Ол сұмырай сол жерде жүріп, қалың қазақ, ұйғыр Қытайға виза ашып, әрқайсынан пара алып, байды, оны әкесінің қазақты алдап алған ақшасымен қосып, жаңағы біздің сұмырай шалға береді. Сөйтіп Гонконгке барады. Гонконгтегі Қазақстанның консулдық қызметінде отыра қалады. Сөйтеді де сөйтіп жүрген кезде атақты Қазақгейт оқиғасы болады. Американдық компаниядан Қазақстанның семьясының алған сұмдық қаржысы, парасы, заңсыз талап еткен ақшасының былығы Американың сотында ашылып қалады. Американың соты біздің сұмырай шалды сотқа шақырады. Содан біздің сұмырай шал Америкаға сотқа шақырылған әр кезінде 2003 жылдың майынан бастап сол Америкада сот болатын, Қазақгейт соты болатын кезде шал аяқ астынан телекөпір деген бірдеңені ойлап табады. Сөйтіп өтіріктен әртістерін жалдап, олар онлайн сұрақ қойған болып, шал жауап берген болып, телекөпір болып, өзінше ана соттан қашқалақтаған дейді. Сөйтіп шалдың басы қатып Америкаға бара алмай жүрген кезде Гонконгқа барған жаңағы мұртты есек барады да Американың сол жақта жүрген шпиондарыменен келіседі. Мынау санга, мынау мәнга, мынау аканга, мынау каканга деп бөліседі. Қазақтың миллиардтары сөйтіп ол жақта да бөліске түседі. Сонымен мына жақта да апамда тыныш, атамда тыныш, құдада тыныш, құдағида тыныш болып мына жақта келіседі. Сөйтеді Американың сатымсақ медиаларына миллиондаған долларды беріп, өзін мақтатып, 2 мақала жариялатады. Сөйтеді Қазақгейт оқиғасы шешіледі. Міне, сөйтіп Үрімшідегі жай қарапайым атташеден Гонконгке барып, Гонконгтегі атташеден келіп, Қазақстанның премьер-министрінің орынбасары болады да, бірден артынан іле-шала премьер-министр болады. Ең соңында қарындасын
Сұмырай шалдың қойнына салып беру арқылы ең соңында төтеден төте биікке шықты деп естиміз. Бірақ оның билікке келу жолы тағы да аңқау қазақты алдап жеткен ақшасы еді. Арамзалықпен қазақ кейті шешіп шалдың көзіне түсіп еді. Ал ол кәдімгі қазақтың қышқырғанда келетін есегі, оны ұстағанға бола неге бүкіл қазақ мәз болып отырмыз? Ал бүкіл қазақтың бүкіл бақытсыздығының, бүкіл қазақтың басындағы мың сан бақытсыздықтың, мың сан сордың бір ғана қайнар көзі Нұрғауын. Бұдан бұрынғыда сөзімізді айттық, халықтың санасына сіңдіруге тырыстық. Нұрғауын бүкіл қазақ халқының мың сан бақытсыздығының жалғыз ғана қайнар көзі. Нұрғауын тірі тұрғанда қазаққа жақсылық жоқ. Нұрғауын жер басып жүргенде қазақ халқына бақыт бұйырмайды. Ол Нұрғауынды не үшін Астанада оны өзінің резиденциясында ұстап, оның баспасөз хатшысын сөйлетіп, Нұрғауын аман, шетелмен маңызды кездесулер өткізіп жатыр, Тоқаевпен жақсы қарым-қатынаста, сөйлесуде, жақсы байланыста дейді. Ол неге мұншама қырғын болып, қазақтың мұншама боздағы кінәсіз бейуаз қазақтың өрімдей жастары оққа ұшқан кезде белгісіз бір адамдар тарапынан, жоқ әлде биліктің кландар, әлде ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзінің жендеттері тарапынан оққа ұшқан кезде осы жүйенің, осы сұмдықтың бәріне себепші болған қазақтың жалғыз ғана жауы болған сол Сұмырай шал неге шығып мәудемейді? Ол неге емін еркін Қазақстанда өмір сүру керек? Оның қолына неге кісен салынбауы керек? Оның басына неге ажырғы тағылып бүкіл Қазақстанның халқының алдында ол қылмысын мойындамауы керек? Бір ғана нәрсе, тағы да қайталап айтам, осы заманғы қазақтың, бүкіл жер жүзіндегі қазақтың мың сан бақытсыздығының жалғыз ғана қайнар көзі Нұрғауын. Нұрғауын шайтан, Нұрғауын ібіліс. Нұрғауын тірі тұрған кезде қазақ баласына жақсылық болмайды. Нұрғауынның көзін құртпай, Нұрғауынды түрмеге тықпай, Нұрғауынның шетелге тыққан триллиондарының, миллиард емес, триллиондарының, бүкіл адамзаттың экономикасына, финансына әсер ететін қазақтың 30 жылғы байлығын шетелге тыққан адамнан сол шетелдегі қаражатты алып келіп, қазақтың бақыты үшін жұмсамай, ешқашан қазақ халқы бақытты болмайды.